Мемлекет тәуелсіздік алғалы Қазақстан Республикасының жеткен жетістіктері аз емес. Тәуелсіз еліміздің әрбір азаматы мемлекеттік рәміздерін біліп құрметтеуі тиіс. Біздің мемлекеттік рәміздеріміз елдің елдігін, дербестігін танытатын негізгі басты белгіміз. Осы жағдайға байланысты медицина қызметкерлерінің арасында мемлекеттік нышандар тәуелсіздік белгісі атты іс-шара өтілді. Ұлттық рәміздеріміздің 20 жылдық мерейтойына байланысты мұнда салтанатты іс-шара ұйымдастырылып жатыр. Әрине мұндай іс-шаралар қажет, өйткені кейінгі өсіп келе жатқан өскелең жас ұрпаққа отаншылдық тәрбие беру, өткенді бағалау, өткендегі құндылықтарды бағалау арқылы болашаққа көз жіберуге бұл мұндай шаралардың тигізетін әсері өте керемет. Мен енді жағдайды пайдаланып, осы облыс жұртшылығын осы кереметтей мерекемен құттықтағым келеді. Ұлттық рәмізіміз құтты болсын, көк байрағымыз аспанымызда желбірей берсін деген. Рахмет. Еліміздің басты символ болып табылатын, соның ішінде қасиетті көк байрағымыз бен елтаңбамызды, әнұранымызды ұмытпай жадымызда мәңгі жаңғырту, оған құрметпен қарап тұмардай сақтау бәріміздің абырой міндетіміз. Бүгінде мемлекеттік егемендігіміздің бейнесі, тәуелсіз халқымыздың мақтанышы, мемлекеттік нышандарды насихаттап, оның тарихы мен маңызын барлық азаматтың білуі, түрлі шаралар өткізу осының бір дәлелі. Мы очень благодарны нашему президенту, нашей стране, что мы независимы. Мен Қазақстан Республикасының азаматы болғаныма қуанамын. Біз жасампаз халықпыз. Өзіміздің тарихымыз бен діліміз бар өр халықпыз. Осының бірден бір дәлелі, мінекей бүгін рәміздердің құрметіне іс-шара өткізудеміз. Барша Қазақстанның азаматтары аман болып, дендері тек сау болсын демекпін. Біз тәуелсіздікке сонау батыр бабаларымыздың ерлігі мен батырлығының арқасында жеттік. Ендеше сол тәуелсіздіктің қасиетті белгісін ұмытпай, келешекке аманат ету біздің басты мақсатымыз болмақ. Мереке Серікболқызы, Қанат Шалабаев, Шарайна.